Иә достар, мен шынымен де соңғы кездері осы энергетик деген бәлені көп ішіп кеттім. Және осы видео арқылы қорытындылап, енді мен бұл энергетиктерді ішпеймін деп ойлаймын. Ішсем бәлкім өте сирек кездерде деп отырмын. Негізі энергетиктер туралы айтатын болса, мен ешқашан олармен қызықпағам. Өйткені энергетиктің орнына менде ішетін көптеген заттар болды. Олар кола, лимонадтар, натуралды соктар және әрине шай. Жалпы шай ішкенді ұнатамын, яғни ұнаттым. Ата-аналармен тұрған кезде мен күніне 4-5 рет ішетінмін шайды, ешін айтсам маған ұнайтын. Қазір болса мүлдем ішпей кеттім шайды, өйткені оның орнына мына бәлелер келді. Шын айтсам, баяғыша шай ішіп жүре бергенім дұрыс сияқты. Өйткені энергетик дейтін шайға қарағанда зиян екені ешкімге жаңалық емес шығар. Адам күніне 400 мг кофеин қабылдай алады, ал бір банк энергетикте 160 мг-дай шамамен болады. Сіздер айтуларыңыз мүмкін, адамның ағзасы 400 мг-ды қабылдай алатын болса, онда 160 мг дейтін норм ғой деп. Иә, достар, норм шығар, бірақ сіз дейтін басқа тағамдарды ұмытпаңыз. Шоколад, шай, кофе, барлық газдалған сусындар және тағы басқаларында. Ғалымдардың айтуы бойынша ағзада кофеиннің дозасы артып кетсе, ол неше түрлі жаман жағдайларға келуі мүмкін. Бұл нерв системасының бұзылуы, қысымның төмендеуі, басының ауруы және тәуелділікке әкеледі. Шын айтайын, өз басым мына банкілер мені де зависимостьқа, тәуелділікке әкелген сияқты. Бірақ бір жақсысы, бүгін мен осылардан құтылатын болам деп ойлаймын енді. Жалпы энергетиктер құрамында таурин, креатин, эфедрин, карнитин, женьшень, инозитол, гуарано және сахар кіреді. Бұлардың барлығы сіздің ағзаңызға пайдалы әсер етеді деп айту өте қиын. Бірақ сіздің ағзаңыз оның барлығымен жұмыс жасай алады. Алайда күн сайын энергетик ішу ұсынылмайды. Әрине, энергетика шығаратын компаниялары күніне бір банк ішу зиян емес деп айтады. Алайда күн сайын, уақыт өткен сайын, жылдар сайын сіздің ағзаңызға әрине бұл нашар әсер етеді. Тәуелділікке келеді. Бұлай энергетика ішпей сізге өмір сүру қиын болады. Көзіңіздің асты ісіп бастайды, ұйқыңыз нашарлайды, панический атака дегендер басталады. Бір сөзбен, энергетиктер сіздің ағзаңызға жақсы әсер етпейді. Алайда айына 1-2 рет ішетін болсаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ. Ең бастысы шектен шығып қажеті жоқ. Жалпы бұл барлық тағам түрлеріне қатысы бар. Әрбір тағамның зиян, пайдалы емес жақтары болады. Сол себепті әрбір тағамды орнымен шектен шықпай қабылдау керек.